Бүгін біз Саркемер ауылының топырақ қышқылдығын анықтайтын боламыз. Бізге керек құрал-жабдықтар топырақ, таза су, лакмус қағазы және қасық. Біз 2 қасық топырақты банкінің ішіне салатын боламыз. Және де су құйып, араластырып 2 минут күтетін боламыз. Арада 2 минут уақыт өтті. Енді біз лакмус қағазын алып, топыраққа тигізбей суына батырамыз. Біз лакмус қағазын 10 секунд салдық. Енді индикатормен салыстыратын боламыз. Бізде Саркемер ауылының топырақ қышқылдығы 7-ге тең.